кәдімгі троллейбус қой мынау Ереке? Иә, дұрыс жоқ. Саймандар панелінде электромотор мен батарея температурасы көрсетіліп тұр. 93% дейді. Қуатталуы ше, яғни 180 шақырымға жетеді берітса. Иә. Оның жанындағы қызған кезде қосылатын несі датчигі дағы. Ереке? Жүрме тұрып газ басса. Не болып мынау? Тоқтап жатыр. Түх әкең. Авариканы қоса сал, көтке бір көріп білесің дағы. Не істейміз? Гаражға. Итереміз ба? Итерейік. Тест-драйв жасаймыз ба деп едім, қайдағы? Шыға сап лезде қайттық қой гаражға. Ситуация мынандай. Предзаряд кеп тұр, 12 вольттық жүйелер жұмыс істеп тұр, бірақ 72-лік емес. Енді не болды Ереке? Шығардың одамыз. Не істейміз? Неде болып тұр мәселе? БМС-тен ал осы ертең подъемникке барып, аккумулятор түсіріп көрейік. Шешу керек па толық? Шаршады ғой, қайтайық. Түн болып кетті. Жарайды, қайтсақ қайттық. Ертең ақтарамыз қайтадан. Tomorrow. I don't like that Indonesian. Сен понттарың маған дейді бестей. Тірлік көп анау-мынау естейм. Көз келмейін адам дүрген иттей. Бірақ айт деп сөзім етеме. Ей, болма баладай сәт келді дейді ғой. Бізге билеуге қайлы жас келді дегенмен. Анда-санда жай жер аралап бір ай көз аша алмайды ел. Ереке, не болды мынаған, а? Батареяны тағы бір шешіп орнына қойдық. Контактор ма? Тоқ бермей тұрған? Жоқ, ол істеп тұр. Bluetooth шығар. Ол да істеп тұр. Жалғауыштарын тексердік, бәрі орнында, я? Бәле болды ғой. Бір шолу жасайын дедім, адамша. Дайын көлікке. Астын қараңыздар. Чөпке орнаттық, зауыт сияқты. Қазір проблеманы шешімін табуға тырысамыз. Достар, Жапониядан келген көп спицалы әдемі дисклеріміз мінекей. Намазға орнатайын деп едік, алдыңғы және артқы ступицадағы шпилькілері қысқа екен. Құдайға шүкір, біздің таныстарымыз бүкіл жерде бар. Шымкентте АСР автосервисіне хабарласып едім. Ол жерге қандай әңгіме деп кастомдығын жасап берді. 2 сағатта. Мінекей орнаттық, алдына да қойдық, енді жаңа дискіні көрейік. Кетті. Әдемі отырып жатыр. Теріске ғой түрі. Ол жеке? Ол жеке? Табылды. Не табылды? Егер әуре болып біз аккумулятор шешіп. Нағара бізде қазір қалада 35 градус. Аккумуляторда 35 градус. Қара бізде защита 30 градус тұр. Температураны көбейтіп. Бұл автоматты бұғаттаған ғой сонда? Иә, бұғатталып қалған. Бұл аккумулятор бізде 55 градусқа жұмыс істей береді. Табылды. Мәселе шешімін тапты. Болды онда шолу жасаймыз. Бастадық. Әдемі дискілерді орнатып, кеттік ары қарай. Тамасымыз дайын, Шымкентті шоқ қылайық. Қазір көлікке шолу жасаймыз. Бірақ алдымен өткендегі бөлшектер сатып жүру керек еді, клиент звондап отыр. Алло? Уағалейкум ассалам. Иә, сатылады. Радиатор мен глушакты өткіздік. Енді бензобакты тезірек сатып жіберу үшін турбоны басамыз. Мінекей. Қызмет құны 35 теңге. Кетті. Менің айфонымда BMS Smart деген мобильді қосымша бар. Соның көмегімен мотордың температурасын, батареяның жағдайын біліп отыра алам. Бұл дистанциядан, яғни қашықтықтан жұмыс істейтін мобильді қосымша. Өте ыңғайлы. О, саламалейкум. Мотор? Сіз алайын деп едіңіз? Қайдан Қайдан көрдіңіз? Колеса KZ-тен?
Соны алайын деп келген едім. Қай жақтан боласыз? Сарыағаш. Сарыағаш. Күшті. 130 шақырым жерде, Иә. Шымкенттен. Сарыағаштың өзінен. Міне мотор. Талай отбасына асыраған қозғалтқыш. Стартерін ғана алып қалам. Маған керек болатын шығар болашақта. Ал қалған навесное қалады. Және су температурасының датчигін қоясыз ғой. Өзіңіздің Дамастан жер ма? Сіздікіне өліп қалған ба мүлдем? Мотор май жүрмейді. Кім болып жүреді май? Доставщик қой. Доставщик? Қандай компанияда? Компания емес, жекеменшік қой. Не тасисыз? Нан. Нан? Жоқ, мүлдем өліп қалған ба мотор? Жүреді, көк түтін айда жүрген. Көк түтін. Қанша келсеміз? Білмеймін, қанша дейсіздер оның? Енді колесада 250 деп тұрған. Қанша бересіз? Білмеймін, бізде қанша арзан болса сонша жақсы ғой. Қаншақты арзан болса, таза шымкентский подход екен. Маза жоқ. Кредит бар ма? Кредит бар, Қанша? Көп па? Бар, біраз бар. Болды, онда сіз қинамай қойын. Тегін сізге сыйлайым, жарай ма? Колесаның атынан, жеке өзімнің атынан. Рахмет. Жыламаңыз. Жақсы. Не ғой, бірақ міндетті түрде орнатыңыз я Дамасыңызға. Моторда сатып жүрмеңіз. Жоқ ой, сатып жіберіп, бірақ мен суреттен келіп не ажыр. Мен сізге түсіріп, саған кезде түсіріп мен жіберем. Неден Алматыдан жүргеністен бері көремін да мына машинаны. Шымкентке келді, не қылды, бәрін көріп. Түнде айдап қойып жүріп шыққандарыңызға дейін көргем оғын. Қызы қараймын, осыны көріп. Көзімде қап-қара очки, көзімде қап-қара негірімін почти. Don't touch me, nigga, don't touch me, nigga. Алдарыңызда Дамас. Кәдімгі Дамас. Қазақстанда мыңдаған отбасылардың асыраушысы, шағын бизнестің сенімді серігі һәм серкесі. Машина 2020 жылғы проекті басынан аяғына дейін қарап жүргендер білет. Бұл көлікті электромобиль қылдық. Қараңыздар, біз сыртына, бұл шоу кәдімгі, сыртына Мерседеске қатты жарысатын грей, сатин пленкасын жапсырдық. Дисклер Жапониядан келді. Ворк деп аталады, 14-ші көлемде. Және 14-ші Hi-Fly дөңгелектерін орнаттық. Машина ішінен қатты өзгерген жоқ. Бұл осы көліктің фишкасы. Сырттан қараған адам ішіне үңілсе, кәдімгі Дамас дейді кетіп қалады. Енді дискке әрине назар аударады ғой. Бірақ бұл стандартты машина емес. Жүрісі жақсарды стокпен салыстырғанда. 35 амперлік штаттық аккумулятордың орнына 40 амперлігін қойдық, бірақ бұл маңызды емес. Электро Дамаста қосымша 120 амперлік 60 батарея бар. Ол 3-ші қатардың астында орналасқан. Пандора күзет комплексі орнатылған. Есіктердің біреуі дұрыс жабылмаса, контактор орталық жүйеге белгі беріп, телефон шырылдайды. Электро сыйымдылығы 25 киловатт сағат, яғни Дамасты бір рет қуаттау 425 теңге тұрады. Бұрғыштар мен оптикасы штаттық, әлі ештеңе өзгерткен жоқпыз. Мүмкін алдағы уақытта идея келсе, бірдеңе жасаймыз. Сырттан қарағанда Дамас ештеңемен таңғалдырмайтын сияқты, бірақ бұда QI стандарты бойынша телефонда сымсыз қуаттау жүйесі орнатылды. Супер ма? Подсостың орнын бос қалдырмай, электромеханикалы жүк салғыштың түймесін орнаттық. Ашылды. Электродамас немесе айдамас кез келген жерде 220-лық резеткеден қуаттала береді. Мына сымның басындағы тетікті басып қалсаңыз, люк автоматты ашылады. Бірақ бізде тоқ болмай тұр, көрсетейін десем. Жүріңдер, әкімшіліктен сұрап көреміз. Қораптың кез келген сатысы автомат трансмиссиясындағы драйв режимінің рөлін атқарады. Яғни Дамаспен бірге немесе 5-ке салып жүріп кетсеңіз болады. Ешқандай дыбыс естіп тұрған жоқсыз, бірақ автомобиль қуат алып тұр. От алып тұр деген сөз үйлеспейді. Қуат алып тұр. Троллейбус сияқты орнынан жылжиды ғой. Дәстүрлі ДВС-тен әлде қайда тыныш машина. Терезесі электрлі, пеші де. Рөлі жеңіл, кәдімгі штаттық Дамастық сияқты. Марк Диксонға звондайыншы. Питонкада зауыттан шыққан, ешқандай стейджі жоқ. Дамаспен қоймақшымын. Алло, Марк Диксон, амансың ба? Жақсы, нормально, өзің қалайсың? Шымкенттесің ба? Иә, мен Шымкенттемін. Дамас бар ма? Бар, жарыспақшысың ба? Саған бензин керек қой, ә? Иә, жарыстырамыз. Қыз дайын болса, біз дайын ғой. One more time.
Шымкенттегі металл өткізу орталығына келдік. Дамасты утилге жіберу үшін емес, салмағын өлшеу үшін. Бұл жерде кеңестік ескі технология тұр. Таразы темірден жасалған. Қазір сұраймыз қанша екен? 1 тонна 10 килограмм. Стоктағы Дамаспен бізге жарысу қиын болады, бірақ құласаң нардан құла дейді. Нар тәуекел. Бүкіл бөлшектерін орнатқанда Дамасымыз мұншалықты ауырлайды деп ойламадым. Сондықтан жарыс алдында жуып алайын деп шештім, кішкене жеңілдейтін шығар 50 граммға. Ассалаумалейкум, достар! Сіздермен бірге мен, Марк Дикс. Бүгін бізде тарихтағы, немесе әлемдегі ең баяу жарыстардың біреу болайын деп тұр. Менің сол жағымда заводской Chevrolet Damas. Көлемі 0,8 литр және 38 аттың күші бар. Ал оң жағымда толығымен Шымкентте құралған электро Damas. Есеп бойынша оның қуаттылығы 40-45 аттың күшіне сай келеді. Бірақ салмағында өте үлкен айырмашылық бар. Заводской Damas'тың салмағы 830 килограмм болса, ал мына электро Damas 1010 килограммға дейін толығып кеткен. Сондықтан біз осының айырмашылығын көру керекпіз. Нәтижесі белгісіз. Электро Damas қалай жүретін әлі ешкім білмейді. Айтпақшы, бүгін біз дәстүрлі 402 метрге емес, 201 метрге жарысамыз. Кеттік. Евгений мырза, сіз осы бензинді айдайсыз ғой, а? Ал мен болсам, электро Damas'қа Олжекең екеуміз бірге отырамыз, е? Жыртамыз ба? Әлбетте. Финишта Сурк Приора тұрады. Женя, алға. Тағда. Давай, тағы 50 метр қалды, родной, 50 метр қалды, жетіп атыр нәмеле. Жетіп атыр. Алдық. Чо там, қалай? Стартты отыл қалды. Старттан что-то дұрыс бастамады. Одан кейін екке салғанда да бітіп, аяқтық болды ма? Жақсы электромобиль, екіден старт алады ғой. Кеттік па екінші бәйгеге? Әрине. Женя, дай я попробую. Давай, Жень, дай ему быстрее. Ты сюда садись. Готов. Кеттік. Айнадан түсір жер. Қалай, көрді батыр ма? I just wanna see your ass dirty dance. Yeah, we done done it again and put it on the map like. Достар, нәтижесін көрдіңіздер. Әзірше мына бір бензиндік Damas тезірек жүреді. Олжек, менің ойымша енді бұған бір себеп бар. Анау Қуат төмендеп жатыр батареяны. Батарейканың зарядкасы түскен сайын Басында қалай айырған көрдің. ол уже жайрақ жүріп жатыр да. Tesla-дағыдай. Ол максимальный жарыс сайын түсіп бар жатыр потенциалы. Максимумна шығару үшін өзінің ана зарядкасы 100%-да толып тұру керек. Tesla-да мысалға 100% болмаса лаунчта қосылмайды дейді ғой мысалға. Бізде лаунч деген мүлдем жоқ. Әлі 30% потенциалы бар. Бағдарламалық жасақтамасын жетілдірсек, программное обновление. Бұдан жылдам жүретін болады бұйыртса. Әзірше ұтылып тұрмыз. Әзірше нәтиже осындай. Ой, жігіттер, не істейміз? Қазір 300 ғана ампер беріп отыр ғой. Негізі контроллер 600 беру керек. Біз басында шыдамайды деп ойладық қой. Электромотор все-таки мықты айналады ғой. Соны жыртып жүрмесін деп 300 амперді ғана шектеу бар да. Соны прошить етіп тастайтын болсақ, контроллерді старт баяу болып жатыр. Бірден дұрыс қой. Бұл жерде бір ғана секунд біз есептеген
кезде 1 секунд 600 ампер береді, ары қарай құлап қалады. Контроллер защитаға кетеді да, былайша айтқанда, ограничениесі қосылады. Бірақ былай қарап тұрсаң ше, жарысқа арналған машина емес қой бұл. Негізі Күнделікті қолданысқа қалалық машина, дұрыс па? Енді бірақ жақсартатын жерлер бар, иә? Көзіміз жетті. Ал жігіттер отырыңдар, енді жүріс қорын тексереміз. Сосын өлі бер, флешкеге тректер түер Өкім бер, сенбісін өсти бер Шек өтін есме жер Есімде, кешеде Неге дейін балдар барды себеу Қымбаттардың неттіз бейіз Бүгіндіңде дайын бол керек қанша көз